жаңа рубрика холодильникке обзор. Ең бірінші біздің холодильниктен бастаймыз. Бізде не бар? Так, мына жерден бастайықшы. Мына жерде кокосовый бізде масло бар. Кокосовый масло. Сізде бар ма осындай кокосовый масло? Одан кейін андай мангал донер. Нағып жемегенсіңдер, Санжик. Жартысын қалдырып кеткендеріне. Одан кейін мына жерде, короче, сосиска бар екен. Главное, халал. Одан кейін 3 кетчуп бар екен. Ашылмаған андай кетчуп бар екен. И бір емес 3 сыр бар екен. Так, екінші полка, үшінші полка кетті. Так, мына жақта сүт, 2,5%, одан кейін шадринский молоко, одан кейін майонез, одан кейін активия, одан кейін провансаль сыр желания майонез, одан кейін сникерс. Ондай сникерс бар ма не? Одан кейін сырный соус бар ма не? Так, 2 сүт и астында 2 осындай компот. Пиво емес, компот. Рамазан айында қаяқта пиво ешкім ішіп бізде. Так, мына қатарды бітірдім, енді мына қатарға кеттік. Мына жақта липтон бар екен. Липтон зеленый чай дейді. Одан кейін боржоми стеклянный. Ё-моё. И потом мына жерде аджика. Үйшілапсыз, мынамен майонез араластырып вообще кайф. Одан кейін туралған колбаса, бұл да халал. И одан кейін осындай 15 жұмыртқа. Қанша штук бар екен? 12 штук қалыпты. Так, одан кейін тағы бітейін жатқан сыр желания майонез, потом и құрма. Ораза сатқан жандар, оразаларыңыз қабыл болсын. Басқа жоқ. И одан кейін мына жақта пустой. Мына жақта не бар? Сары пакет. Пустой. Холодильниктің іші осындай. Біздің үйдің. Одан кейін мына жақта тым жоқ. Мына жақта тым жоқ. Так, холодильникке обзор бітті. Келесі кімнің холодильнигін қараймыз? Комментарийге жазып кет.